Сәлеметсіздер ме, құрметті абитуриенттер. Мен Қожамжарова Әсия Сейдахметқызы боламын. Қазақ ұлттық медицина университетінің фармация мектебінің фармацевтикалық химия, токсикологиялық химия, фармакогнозия және ботаника кафедрасының доцентімін. Мен сіздерге бүгін токсикологиялық химия пәні жайында қысқаша мәлімет бергім келіп отыр. Жалпы токсикологиялық химия пәні осы фармацевтика саласындағы, негізгі ғылымдар саласындағы ерекше пән деп атап кетсек те болады. Бұл токсикологиялық химия қандай пән екенін сіздерге атап өтетін болсақ, токсикология, яғни уытты заттарды токсикос зерттеу, логия зерттеу, осы уытты заттарды зерттеу және химия пәнімен байланысты осындай негізгі екі үлкен пәннен тұратынын атап кетуімізге болады. Токсикологиялық химия курсында, осы фармацевтика саласында оқу кезінде әртүрлі элективті пәндермен де таныс боласыздар. Токсикологиялық химияға кіріспе, токсикологиялық химияның негіздері деген сияқты, және уытты заттарды химико-токсикологиялық талдау элективті пәндері арқылы осы фармацевтика пәндерін өту кезінде негізгі элективтермен таныс бола аласыздар. Бүгінгі сіздерге таныстырғалы отырған осы токсикологиялық химия курсында біз нені өтеміз, және бұл пәннің негізгі мақсаты қандай болып табылады, сондай-ақ пәннің негізгі мазмұны неде жатыр деген сияқты сұрақтар туындауы мүмкін сіздерде. Осы біз уытты заттарды анықтау кездегі, химия-токсикологиялық талдау кездегі әртүрлі уытты заттарды анықтау, және олардың метаболиттерін, уытты заттардың молекулярлы және физиологиялық әсерлерінің механизмі ағзаға қалай әсер етеді, және адамдардың улануы, қайтыс болуы, қандай себептерден тұратындығын осы анықтау барысында токсикологиялық химияны оқып үйренеміз. Және осы токсикологиялық химия өзі пән ретінде негізгі қолданылып жатқан арнайы фармацевтикалық пәндерін бір деп атап отырмыз ба? Осы фармацевтикалық ғылымдар саласындағы белгілі бір жалпы білім беретін және тәрбиелік орны бар, соның ішіндегі болашақ мамандықта, яғни фармацевт мамандарды дайындау кезіндегі негізгі ғылыми зерттеулерді жүргізуге белгілі бір жағдайларда сынамаларды, сондай-ақ осы сынамаларды зерттеу кезінде экспертиза дейміз ғой, осындай сараптама жұмыстарын жүргізу кезінде нақты бір толығырақ нақты сараптама жұмыстарының нәтижелерін алуда, сондай-ақ осы біздің жұмыс барысындағы зерттеу жұмыстарын жүргізу кезінде логикалық тұрғыда дұрыс қорытындылауға, сонымен қатар әртүрлі уытты заттарды анықтау кезіндегі сот химиялық дейміз, клиникалық, наркологиялық, экологиялық және сонымен қатар барлық сұрақтарды қамту кезіндегі осы токсикологиялық химияның негізгі алатын орны ерекше болып табылады. Жалпы токсикологиялық химия курсын оқу кезінде, осы пәнді оқу кезінде бұл негізгі екі бағыттан тұрады, яғни екі негізгі ірі пәндер деп атап кетсек болады. Бұлар биохимиялық және аналитикалық токсикологиялық тұрғысынан қарастыратын атап өтуімізге болады. Токсикологиялық химия пәні бұл жалпы зерттеу кезіндегі теоретикалық негіздер дейміз ғой, осы теоретикалық негіздерді анықтау кезіндегі өткір улануының аналитикалық диагностикасын, наркомания, соның ішіндегі физикалық, химиялық, уыттандыру зерттеу жұмыстарын жүргізу арқылы әртүрлі зерттеу бағыттарын қолға ала отырып, негізгі заңды түрде құжаттармен жұмыс жасайтын негізгі пән болып табылады.